Неге көп тұрғандарыңыздай қуыршымызда пісіп шыққан. Қазір пісіріп алдым. Неге мынау қарайын қарады, қызыл, енді қарайған емес, қызыл, бірақ ештеңе етпейді. осы екеуі шамалы ғана қызарып қалды. Неге қаншама қуырш шығады көп тұрғандарыңызда. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10 қуырш шыққан еді, біреуі аздап қызарып кетті. Сол үшін оны есептеген жоқпын. 9 қуырш шықты. Мен бұның 6-ын ғана қолданамын. Бір тортқа 6 қуырш, қалғанын алып қоямын. Кейінгі қамырдан тағы да дайындаймын. Одан қалған тағы үшеу, төртеу қалса, оны да алып қойып, тағы да бір пирожный шығаратын боламын, медовый. Осылай бизнес жасасаңыздар болады. Мен бетіне, мына шеттерінен қалғандарды себетінмін. Бұнысын да алып қалған жоқпын, бетіне себетін. Қуырш қалған жоқ менде. Алдыңғы қуыршымның майдаланғаны бар, сол себепті алып қалған жоқпын. Барлығын қуырш қылып жібердім. Остатка алып қалмадым. Неге осылай? Шашылмау үшін астына газет салып қойдым. Енді пакетке салып қойып қоямыз. Крем жаққанда көрсететін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Кейін кремін дайындаймын. Бірге дайындаймыз.